Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасының әлеуметтік желілерін пайдаланушылар. Бүгін сіздердің назарларыңызға тікелей эфирде «Бір ел, бір кітап» акциясы аясында Төлен Әбдіковтің шығармашылығы туралы талантты жазушы атты танымдық сағат ұсынамыз. Кез келген ұлттың, халықтың тағдыры, басынан өткерген тарихи кезеңдері ең алдымен сол халықтың әдебиетінде із тастайтыны ақиқат. Қазіргі таңда қазақ әдебиетінің әрқилы кезеңдерінде рухани дамуымызға, мәдени өркениетке, әсіресе ұлттық жан дүниемізге өз шығармаларымен айтулы үлес қосқан қаламгерлеріміздің бірі Төлен Әбдік. Жазушының шығармалары адам мінезінің құпия сырларына үңілуімен, өмірдің мән мағынасына философиялық тұрғыда қарауымен, өмірдің қайшылықты құбылыстарының күрделі шындығын ашумен ерекшеленеді. Төлен Әбдік шығармашылығының негізгі өзегі пенде мұңы. Төлен Әбдік 1942 жылдың 4 қыркүйегінде бұрынғы Торғай, қазіргі Қостанай облысы Жангелдин атындағы ауданның Еңбек кеңшарында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін бітірген. 1965-70 жылдары Қазақстан пионері, қазіргі Ұлан газетінде әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, бас редактордың орынбасарының қызметін атқарса, 1977-79 жылдары Қазақфильм киностудиясында бас редактор, 1979-90 жылдары Қазақстан Компартиясының орталық комитетінде жауапты қызметте болған. Біраз жыл Қазақ әдебиеті газетінің бас редакторы болып қызмет атқарды. Төлен Әбдіковтің шығармалары 1964 жылдан жариялана бастады. Жазушы 10-нан астам повесть, әңгіме, бір роман, 2 пьесаның авторы. Ал Тырнақалды Райхан атты әңгімесін қаламгер 20 жасында жазыпты. Бұдан кейін де Төлен Әбдіковтің қаламы қарымды бола түсті. Күзгі жапырақ, ақиқат, айтылмаған ақиқат, орыс тілінде истина атты повестер мен әңгімелер жинағы оқырмандарға ұсынылды. Өлара біз үшеу едік пьесасы республикалық театр сахналарында қойылды. Грек аңыздары Эллада ерлерін қазақ тіліне аударған. Сонымен қатар бірнеше шығармалары шетел тілдеріне аударылды. 2002 жылы жазылған Парасат майданы повесі тосындылығымен ерекшеленіп, пен-клубтың сыйлығын иеленіп, халықаралық Франц Кафка атындағы сыйлығымен марапатталды. Ал соңғы жылдары Ардагер атты пьеса мен Тұғыр мен ғұмыр атты повесті жарыққа шығарды. Ардагер пьесасы ел тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған драматургиялық шығармалар байқауында бас жүлдені жеңіп алғандығын оқырмандар өте жақсы біледі. Ендігі кезекте сіздерді Төлен Әбдіковтің шығармашылығымен таныстырып өтейін. Жазушы қаламынан туындаған, танымал болған, әрі танымал еткен десек те артық емес шығармасы ол «Оң қол» әңгімесі. «Оң қол» әңгімесі 70 жылдардағы қатты сыналған әрі оқылған шығарма. Қазақ прозасын зерттеп жүрген Ғалым Пірәлиева 70 жылдардың басы мен орта тұсында қазақ прозасында бір құбылыс әдеби жанрда бұрындары байқала қоймаған тың көркемдік тәсілдер туа бастады. Мәселен, роман-монолог «Аңыздың ақыры» Әбіш Кекілбаев, роман-диалог «Ақиқат пен аңыз» Әзілхан Нұршайықов, әңгіме «Түс көру» «Оң қол» Төлен Әбдіков, повесть-новелла «Ақ аруана» Санбаев және тағы да басқалар. Бұның бәрі қазақ сөз өнеріне өзіндік қолтаңбасы мен стильдік ерекшеліктері мен жаңаша леп әкелгендей еді деген пікірді айтады. Шынында да Төлен Әбдікұлы жаңа леп әкелген жазушы. «Оң қол» әңгімесіндегі бақытсыз қыздың арғаталарының бірі өзін өзі өлтірмек болып, бірақ идея іске аспай қалған. «Оң қол» әңгімесінде автор идеясы жақсылық атаулымен қатар жүретін зұлымдық іс-әрекеттер мен жауыздықтың түп төркіні ой мен соны іске асыратын
қол. Жаман істің ойға келіп, бірақ іске аспаса да, оның өзінен кейінгі болашағының генетикалық кодында сақталып, кесел болып жабысатынын автор әңгіме арқылы жеткізіп отыр. Келесі Бассүйек атты әңгімесінің желісі Хамит деген жас мүсінші антропологтың мүсінді жасау кезіндегі ізденістері мен қиыншылықтары жайлы өрбиді. Хамитті атақты Герасимов сынды ғалым мақтап, оның дәрежесін өсірген болатын. Бірақ сол Хамит бүгін бір мүсін жасауда қатты қиналуда. Жасаған мүсіннің достары жақсы баға бергенімен, халық бұл еңбекті мүлдем ұнатпайды. Әсіресе мүкіс құлағын қалқалап, түсінсін, түсінбесін, қолын көлегейлеп қарап, қайдам шырағым деп тұрған мұқаш шалдың бейнесі көңілге қона кетті. Кенет қиқулана жымиып, мынау біздің милиция оқап секілді екен деп, болмаса ал былтыр өлген әкесіне бухгалтер Ермек әшекейлеп күмбез орнатты, көрдің бе? Деп әлдекімдерді сыбыртап оқта отырған сахарға салып алғандай, аппақ шалдың іші тұсы түгел танылғандай. Мүсінді ел көзіне ортаға қойғанда күтпеген жағдай болды. Бассүйек әңгімесіндегі автор түйіні әр адам өзгені тану үшін өзін тану қажеттілігі. Қанша мықты адам болса да, өзін тани алмаса, өмірден бос өткені анық. Келесі әңгіме қонақтар шығармасы. Тақырыптың өзі символ ретінде алынғандықтан, онда көптеген ой жатыр. Негізінен бұл әңгіме кемпір шалдың жалғыз ұлы жайлы өрбиді. Абайдың баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім деген өлең жолдарындағыдай жалғыз ұлын оқытқан адам болам десең, алдымен орыс тілін меңгер дегендей, орыс тілін үйреткен ата-ананың хәлдері баяндалған. Жалғыз ұлдарының орыстың қызын алып, немересін ауылға тастамай, орыс мектебіне беремін дегенін естіген қарт ата-ананың басындағы мүшкіл жағдай қазіргі мына заманның ащы шындығы. Қаламгер идеясы осы ащы шындыққа негізделген. Бұл шындық әңгімеде бұлай көрінген. Ертеңіне Тұрысы мен Сапабек қайтуға жиналды. Әке-шешесіне алған базарлықтарын, біраз жинаған ақшаларын қалдырды. Бұл тақырып Төлен Әбдікұлы заманындағы жазушылардың да тақырыбы болғаны сөзсіз. Келесі қайырсыз жұма әңгімесі, кресло жайлы туындысы. Бұл жерде кресло синегдіха. Кресло деу арқылы біз билік, мансап, атақ даңқты сөз етпекпіз. Бұл әңгіме Әбен Ильясовичтің бір күнде креслодан айырылып, қарапайым адамдар қатарына қосылуы туралы жазылған. Өз күшімен жеткен бұл орыннан ағаларының жоқтығынан айырылуы оның жүрегін ауыртады. Орыннан айырылған сәттен бастап ойға шомып, үйіндегі дүниеқор әйелін, нашақор ұлын ойлап күйзеліске түседі. Күйзелістің соңы жүрек инфарктісіне әкеледі. Билік жайлы, биліктегілер жайлы жазу көп жазушының қаламына негіз болмаған. Мүмкін бұл тақырыпқа бой алдыру Төлен Әбдікұлының да билікпен қатысты өмір кезеңдерін көрген түйген ісі шығар. Әңгіменің түйіні билік ол қашанда билік. Адам оның құлы болып кеткенін одан айырылғанда түсінеді. Түсінген сәтте барлығы өз бояуын басқа бояумен араластырып, сіңіп кеткенін ғана көріп, қап деп санын соғумен аяқталады. Келесі автордың ерен бір туындысы Парасат майданы повесі. Повесть күнделік иесі мен бейтаныс құрбы арасында өрбіген диалог бойынша жазылған. Парасат майданы шығармасының тың жаңалығы мифтік ойын, мифтік иллюзия. Әбдіжәміл Нұрпейісов ағымнан жарылып айтайын. Өткен жылы Төлен Әбдіковтің Парасат майданы повесін оқып шығып, ай бойы әлде бір сиқырлы әлемге арбалғандай күйде жүрдім. Қазақ әдебиеті тіршілігін тоқтатты деп кім айтты? Жоқ, ол тірі. Мұндай ғажап туындыны дүниеге әкелген әдебиет өмір сүре береді деген жүрек жарды лебізімді
дүркін қайталаумен болғаным есімде қалыпты деп баға беріп қана қоймай, қаламгердің ерекше стилін тілге тиек етті. Повесть өз бойына модернистік әрі постмодернистік үлгіні, диалог арасындағы интертекстуалдық өрістегі тартысты, сананың екіге айырылуы, кері оралыс сынды көркемдік құралдарды жинаған. Ең бастысы философиялық шығарма. Сол себепті оқырман бұл шығармаға бірнеше рет қайтып келеді. Келесі әлемді қатыстырып жазылған шығармаларының бірі «Тозақ оттары жымыңдайды» повесі. Повесть астарында ұлттың жойылуы, санасыздық, дәрменсіздік, жауыздық жатыр. Эдуард Бейкер сынды мықты хирургтың шыққан тегін ұмытып, ал тайпа халқының күн сайын құрып келе жатқандығын повесте терең сипатталады. Журналистің себепкерлігімен туған, еліне сапар шеккен мықты хирургтың өзі тайпасының соңғы адамын аман алып қалмағаны ойлантарлық жағдай. Атағы жер жарса да өз тайпасының адамын өлтіріп алуы оның атағының 5 тиын екенін дәлелдеді. Доктор Бейкердің туған елі, жері туралы мәліметтер айтылмайды. Өйткені Бейкердің әке-шешесі елінің байлығына сұқтанғандардың құрбаны болып кеткендіктен, ол асыранды бала және Африкада құрып бара жатқан Араку тайпасының өкілі еді. Тіпті Эдуард Бейкер де оның шын есімі емес, оның аты Кияку, ал Эдуард есімін асырап алушысы қойған еді. Жазушы еш уақытта да өзі үшін ғана жазбайды. Оның сыры да, жыры да, қашанда халықтық мұрат мақсаты мен әлеуметтік арман мүддесімен сабақтасып, тарихи рухани қажеттілік пен замана аңсар ағымымен ұштасып жатуға тиіс. Жазушы өзінің бір сұхбатында ел мүддесіне қиянат жасайтындар, сатқындар мен жағымпаздар, алаяқтар, өтірікшілер, мансапқорлар, қылмыскерлер, бәрі менің дұшпандарым. Бірақ олармен тікелей күресуге менің шамам да, уақытым да жетпейді. Менің күрес құралым қаламым. Егер өз шығармаларымда жоғарыда айтылғандарды көркемдік тәсілмен әшкерелей алсам, ізгілікті жоғары қоя білсем, оқырманды соған сендіре алсам, мінекей, менің күресім де, жеңісім де осы, деп өзінің негізгі шығармашылық нысанын білдірген болатын. Әдебиет өмір шындығының сәулесі. Өмір шындығы дегеніміз де бірімен бірі тұтасып жатқан, ұшы-қиыры жоқ мол дүние. Қаламгер сол мол дүниеден қанша алып, қалай пайдаланын десе де өз еркі. Жазушы бұл жағынан алып қарағанда, жалпақ дүниені қалай алып, қалай пайдаланбасын, өзі суреттеп отырған өмір шындығын молынан қамти отырып, дәуір талабына сай көркемдікпен шешіп бере білуге тиіс. Жазушы өзі өмір сүріп тұрған дәуір тынысына тәуелді. Міне, қаламгер Төлен Әбдікұлы өз шығармаларында осы заманның өмір тынысын шебер бейнелей білген. Құрметті оқырмандар, осымен Төлен Әбдікұлының шығармашылығы туралы талантты жазушы атты танымдық сағатымыз өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сәбит Мұқанов атындағы Солтүстік Қазақстан облыстық ғылыми әмбебап кітапханасының тікелей эфирінде келесі кездескенше сау болыңыздар.